Егер астрология тақырыбына да қызығушылық танытсаңыздар, келесі бөлімде 2026 жылғы торпақ белгісінің энергиясындағы өзгерістерді астрологиялық тұрғыдан талдап, өмір жолыңыздағы кезеңдерді жан-жақты түсінуге көмектесемін. Осы видеодан өзіңізге шабыт пен күш алғыңыз келсе, арнама жазылуды, бейнеге лайк басып, пікір қалдырып, өз әсеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сәлем, торпақ белгісіндегі достар. Қош келдіңіздер. Сіздердің асцендентіңіз торпақ болсын, немесе күн белгіңіз торпақ болсын. 2026 жылғы басты тақырыбыңыз үлкен өзгеріс және жаңа мүмкіндіктер. Бұл жылы көпшілігіңіз энергияның біртіндеп тұрақтала бастағанын сезінесіздер. Сонымен қатар алдарыңыздан жаңа бағыттар мен жаңа мүмкіндіктер ашылады. Жыл бойындағы негізгі өзгерістерге Уран, Юпитер, Сатурн, Нептун және Шолпан планеталары әсер етеді. Торпақ белгісінің басқарушы планетасы Шолпан, сондықтан оның 2026 жылғы қозғалысы сіздер үшін ерекше маңызды. Әсіресе жылдың екінші жартысында Шолпан кері қозғалысқа түседі. Сол кезеңде өмір ырғағы баяулап, бұрынғы жағдайлардың барлығын қайта қарастырып, жүйеге келтіруге тура келеді. Енді өткен кезеңге тоқталайық. 2018-2019 жылдардан бастап Уран торпақ белгісіне кіріп, сіздерге үздіксіз өзгеріс әкелді. Ол бұрынғы жайлы аймақтан шығуға мәжбүрледі. Өміріңіз астан-кестең болып, қалыптасқан тәртіптің бұзылғанын сезінген кездерде болды. Бірақ мұның барлығы өзіңізге шынайы қарауыңызға және өмірдегі нақты бағытыңызды табуыңызға себеп болды. Ал 2026 жылдың басында бұл ұзақ кезеңнің әсері біртіндеп аяқталады. Сәуір айынан кейін Уран торпақтан шығып, егіздер белгісіне өтеді. Сол сәттен бастап сіздердің екінші үйлеріңіз, яғни ақша, табыс, материалдық құндылықтар мен жеке ресурстар саласы белсендіріледі. Назар қаржы мәселесіне ауысады. Жаңа табыс көздері, инвестиция, қосымша жұмыс немесе бірнеше бағытты қатар алып жүруге мүмкіндік беретін жаңа жоспарлар алдыңғы орынға шығады. Сондықтан бұл мүмкіндікті дер кезінде пайдалану маңызды. Енді айлар бойынша негізгі тақырыптарға тоқталайық. Юпитер 2026 жылдың ортасынан бастап 4-ші үйіңізге, отбасы мен үй-жай саласына өтеді. Бұл ықпал 2027 жылдың ортасына дейін жалғасады. Осы кезеңде отбасылық өмірде жағымды өзгерістер басталады. Үй ауыстыру, жөндеу жасау, тұрмыс жағдайын жақсарту, отбасы ішіндегі қарым-қатынасты реттеу сияқты тақырыптар алдыңғы орынға шығады. Сонымен қатар жұмыс орнындағы жағдайда біртіндеп тұрақтанады. Ал Сатурн мен Нептун 12-ші үйіңізге орналасады. 12-ші үй адамның ішкі әлемімен, жасырын сезімдерімен, рухани ізденісімен байланысты терең сала. Сондықтан бұл кезең ішкі дүниені ретке келтіріп, өмірдегі арман мен шынайылықтың арасындағы тепе-теңдікті қайта қарауға итермелейді. Көптеген торпақтар өздеріне «Мен қазір ұмтылып жүрген бағыт, шынымен жүрегім қалаған жол ма?» деген сұрақ қояды. Бұл ішкі және сыртқы өмірді үйлестіретін кезең. Өзіңіздің шынайы болмысыңызды қабылдап, өз құндылықтарыңызға сай өмір сүруге бет бұрасыздар. Жылдың екінші жартысы. Жаңа айтып өткенімдей, Шолпан қазан мен қараша айларында кері қозғалысқа түседі. Бұл уақытта жаңа махаббат қарым-қатынасын бастауға, ірі қаржылық шешім қабылдауға немесе үлкен өзгерістер жасауға асықпаған дұрыс. Бұл кезеңнің негізгі сабағы алдымен бар нәрсені ретке келтіру. Адамдармен қарым-қатынасыңызды, қаржылық әдеттеріңізді, күнделікті өмір салтыңызды қайта қарап шығыңыз. Сонымен қатар жыл ішінде бірнеше рет күн мен ай тұтылуы болады. Олар негізінен жұмыс пен отбасы салаларына назар аудартады. Бұл сіздердің мансаптарыңыз бен тұратын жерлеріңізге қатысты маңызды өзгерістер кезеңін көрсетеді. Енді торпақтар, дәптерлеріңізді дайындаңыздар. Қаңтар айының негізгі тақырыптарына көшейік. Қаңтар айындағы энергетика өте күшті болады. Себебі Шолпан мен Марс қатар белсенді қозғалыста болады. Бұл сіздерге күшті әрекет ету энергиясымен жігер береді. Әсіресе қарым-қатынас, білім алу және саяхат салалары белсенді болады. Сіздер 9-шы үйдің тақырыптары күшейгенін байқайсыздар. Екі планетаның қатар әсер етуі бұл кезеңдегі қозғалысты айтарлықтай күшейтеді. 19 қаңтарда Ай мен Уранның өзара байланысы жаңа жоспар бастауға, жаңа имидж қалыптастыруға және жұмыста жаңа бағытқа қадам жасауға серпін береді. Ал айдың соңында Нептун тоқты белгісіне, яғни торпақтың 12-ші үйіне өтеді. Бұл ішкі түйсікті және шығармашылық қабілетті тереңдетеді. Армандарыңыз бен жоспарларыңызды нақты іске айналдыруға жол ашады. Ақпан айының басты тақырыбы жұмыс және маңызды шешімдер. Алайда бұл кезеңде бірден соңғы шешім қабылдауға асықпаған жөн. Ақпанның ортасында жұмыс саласына әсер ететін күн тұтылуы болады. Бұл жаңа бастаманың белгісі болғанымен, жағдайдың өзгермелі сипатында ескеру қажет. Сонымен қатар ақпан айының басында Арыстандағы толық ай отбасыңызға көбірек көңіл бөлуге және жақын адамдармен қарым-қатынасты нығайтуға назар аударады. Ай соңында Сатурн мен Нептун тоқты белгісінде тоғысады. Бұл сирек кездесетін астрологиялық құбылыс ескі құрылымдардың ыдырап, жаңа көзқарастардың қалыптасуын білдіреді.
Торпақтар үшін бұл кезең медитация жасауға, ойды реттеуге және ішкі тыныштыққа келуге өте қолайлы. Наурыз. Наурыз айынан бастап басты назар табыс табу, қаржылық мүмкіндіктер және балаларға қатысты мәселелерге ауысады. 3 наурыздағы ай тұтылуы асығыс шешім қабылдамауға шақырады. Ал 10 наурыздан бастап Юпитердің алға қозғалысы саяхат, білім алу және әлеуметтік ортаға қатысты жаңа мүмкіндіктер ашады. 31 наурызда шолпан торпақ белгісіне кіреді. Осы сәттен бастап энергияңыз қайта көтеріледі. Бұл кезең өзіңізді көрсетуге, сыртқы бейнеңізді жаңартуға, стиль өзгертуге, шаш үлгісін ауыстыруға немесе жаңа жоспар бастауға өте қолайлы. Сәуір. Сәуірдің бірінші жартысында өмір ырғағы баяулайды. Бұл кезеңді демалысқа, күш жинауға және денсаулыққа көңіл бөлуге арнаған дұрыс. Сәуірдегі толық ай денсаулық пен күн тәртібіне назар аударады. Ал айдың жаңа циклі сіздерді ішкі санаңызға үңіліп, жасырын сезімдеріңізбен бетпе-бет келуге шақырады. 21 сәуірде күн торпақ белгісіне кіреді. Бұл сіздердің туған күндер кезеңдеріңіз. Энергияларыңыз қайта жаңарып, өзіңізге деген сеніміңіз арта түседі. Ал ең маңызды күндердің бірі 27 сәуір. Осы күні Уран торпақ белгісінен бір жола шығады. Сіздер үшін 7 жылға созылған тұрақсыздық пен үлкен өзгерістер кезеңі аяқталады. Өмір біртіндеп тұрақты арнаға түседі. Сонымен қатар жаңа қаржылық кезең басталады. Себебі Уран енді сіздердің екінші үйлеріңізге, яғни ақша мен материалдық ресурстар саласына өтеді. Мамыр. Мамыр айының энергиясы аралас сипатта болады. Бір жағынан белсенділік артса, екінші жағынан ішкі дүниеге үңілу жалғасады. 20 мамыр шамасында Марс бірінші үйіңізге торпақ белгісіне кіреді. Бұл сізге күш-қуат беріп, бастаған істеріңізді тікелей алға жылжытуға деген құлшынысты арттырады. Бұл айда айға байланысты 3 маңызды астрологиялық құбылыс болады. Сондықтан эмоциялық өзгерістерде күшейеді. Әсіресе 1 мамырдағы саршайындағы толық ай жақын қарым-қатынастар мен эмоционалдық байланыстарға ерекше назар аударады. Ал 18 мамыр шамасындағы жаңа ай алдағы 1 жылға арналған жаңа мақсаттар мен армандарды белгілеуге қолайлы кезең болады. Сонымен бірге 4-7 мамыр аралығында шолпанның ерекше қозғалысы сезімдер мен қарым-қатынастар саласындағы өзгерістерді күшейтеді. Бұл шығармашылық қабілетті де арттырады. Сондықтан торпақтар, мамыр айында эмоцияларыңызға ерекше көңіл бөліңіздер. Кейде мазасыздық күшейіп, бір нәрсені шамадан тыс ойлап кетуіңіз мүмкін. Осындай сәтте өзіңізге артық қысым жасамаңыз. Ойыңызды босатып, сабырға келіңіз және көбірек демалыңыз. Маусым. Маусым айына келгенде, алдыңғы 3 айда қалыптасқан белсенді энергия жалғасады. Марстың торпақтағы қозғалысы сіздерге қуатты серпін беріп, бастаған істеріңізді алға жылжытуға күш береді. Ал маусым айының ортасындағы жаңа ай қаржы саласын белсендіреді. Бұл, қаржылық жағдайды жаңадан бастауға немесе бұрынғы қаржылық жүйені қайта реттеуге өте қолайлы кезең. Ал маусым айының соңындағы толық ай білім алу мен саяхат тақырыбына байланысты болады. Бұл сіздерге жаңа шабыт пен тың идея әкеледі. Бірақ осы кезеңде Марс пен Уран егіздер белгісінде тоғысады. Сондықтан асығыс әрекет етуге немесе өзіңізді шамадан тыс жұмысқа салуға бейімділік күшейеді. Сондықтан мен сіздерге айтарым, өмір ырғағын баяулатыңыздар. Дәл осы нәрсе ең маңызды. Шілде. Енді жылдың екінші жартысына өтейік. Шілде айынан бастап сіздердің жыл бойындағы ең қуатты кезеңдеріңіздің бірі басталады. Себебі Юпитер Арыстан белгісіне кіреді және су құйғыштағы Плутонға қарсы орналасады. Бұл сіздердің отбасы мен мансап салаларыңызда жаңа кезеңнің басталуына жол ашады. Қараңыздар, 4-ші үйде Юпитер орналасса, оған қарама қарсы 10-ші үйде Плутон тұр. Сондықтан осы кезеңде кейбір торпақтар үй ауыстырып, қызметте жоғарылап немесе ірі жобаны қолға алады. Бірақ сонымен бірге қысым мен кідірістерге де назар аудару қажет. Себебі Марс пен Сатурн арасында кернеу пайда болады. Айдың соңына қарай солтүстік ай түйіні жұмыс саласына қайта оралады. Бұл жаңа серіктестік пен қолдаудың пайда болуын білдіреді. Жұмыс барысында сізге көмектесетін, қиындықты шешуге жол көрсететін беделді немесе тәжірибелі адамның қолдауы келеді. Тамыз. Тамыз айында шолпан таразы белгісіне өтеді. Негізгі назар денсаулық пен күнделікті өмір салтына ауысады. Бұл кезең өмір ырғағын реттеуге, күн тәртібін қалыпқа келтіруге және өзіңізге көбірек көңіл бөлуге өте қолайлы. Алайда тамызда 2 маңызды тұтылу болады. Олардың бірі отбасы саласына, екіншісі достар мен әлеуметтік ортаға қатысты болады. Сондықтан торпақтар, бұл кезеңде үлкен көшуге немесе отбасыға қатысты маңызды шешімдер қабылдауға асықпаңыздар. Себебі осы уақытта эмоцияларыңыз өте сезімтал болады. Қыркүйек. Қыркүйек айындағы басты тақырып қарым-қатынастар. Әсіресе адамдар арасындағы терең байланыстар алдыңғы орынға шығады. Осы кезеңдегі жаңа ай кезінде шолпан мен Плутон бір-біріне қарсы орналасады.
Сондықтан қарым-қатынастардағы билік, бақылау және кімнің шешім қабылдайтынына қатысты мәселелер анық көріне бастайды. Егер қандай да бір қарым-қатынаста тепе-теңдік бұзылған болса, осы кезеңде оның себептері ашылады. Ал айдың соңындағы толық айдың энергиясы өте күшті болады. Сол себепті эмоциялық шаршау сезімі күшеюі мүмкін. Сондықтан өмір ырғағын баяулатып көбірек демалған дұрыс. Торпақтар, жазып алып жатырсыздар ма? Мен айтқан маңызды тұстарды есте сақтаңыздар. Қазан. Қазан айында жалпы энергия біршама тыныш болады. 3 қазанда шолпан кері қозғалысқа түседі. Осы кезеңде ірі қаржылық шешімдер қабылдауға, немесе махаббат қарым-қатынасына қатысты үлкен міндеттемелер алуға асықпаңыздар. Ал қазан айының соңындағы толық ай торпақ белгісіне түседі. Бұл сіздердің өмірлеріңізде маңызды түсініктің пайда болып, қарым-қатынасқа қатысты көзқарастың өзгеретін кезеңін көрсетеді. Шолпан кейін қайтадан тура қозғалысқа көшеді. Айдың ортасынан бастап адамдармен қарым-қатынас, қаржы және жеке тартымдылық салаларындағы энергия қайта жанданады. Қараша. Қарашадағы жаңа ай сіздерге жаңа сезім немесе жаңа серіктестік бастауға жол ашады. Ал осы айдағы толық ай ақша саласына түседі. Бұл қаржыдағы ілгерілеу мен еңбектің нәтижесін көру кезеңі. Бірақ осы уақытта Марс пен Плутон қайтадан тоғысады. Сондықтан асығыс шығындарға, артық ақша жұмсауға және эмоцияға беріліп қабылданған қаржылық шешімдерге ерекше назар аударыңыздар. Бұл кезеңде сезіммен емес, салқын ақылмен әрекет ету маңызды. Желтоқсан. Ақыры желтоқсан айына да келді. Бұл айда негізгі назар шығармашылық пен махаббатқа қайта оралады. Егер бала тәрбиелеп отырған болсаңыздар, шығармашылық жобамен айналыссаңыздар немесе махаббат қарым-қатынасында болсаңыздар, бұл кезеңде сабыр қажет. Себебі Юпитер айдың соңында кері қозғалысқа түседі. Бұл тағы да өмір ырғағын баяулатып, өзіңізге уақыт бөлу және жақсылап демалу қажеттігін еске салады. Осы айдағы толық ай жылы белгісіне түседі. Сол кезде атмосфера өте жылы әрі жайлы болады. Бұл отбасыңызбен және достарыңызбен бірге уақыт өткізуге өте қолайлы кезең. Сондай-ақ сізге көмектескен адамдарға алғыс айтып, олардың жақсылығын қайтаруға арналған бір игі іс жасағыңыз келеді. 2026 жылдың негізгі қорытындысы. Сонымен 12 айдың негізгі тақырыптарын талдап шықтық. Енді сіздер үшін ең маңызды тұстарды тағы бір рет қорытындылап берейін. Уранның торпақ белгісінен кетуі соңғы 7 жылдағы ең маңызды кезеңнің аяқталуы және жаңа өмірдің басталуы. 2018 жылдан бері жалғасқан өзгерістер мен сынақтардан кейін сіздер енді біртіндеп тыныштыққа келесіздер. 2026 жыл ішкі дүниені ретке келтіріп, сыртқы өмірді нақты әрекет арқылы қалыптастыратын жыл. Сіздер тұрақтылықтың ішінде еркіндік қалыптастыруды үйренесіздер. Сонымен бірге өмірдің өз ырғағын қайта табасыздар. Ең маңызды кеңесім. Қауіпсіздік сезімін сақтау үшін енді өзіңізді шектей бермеңіздер. Себебі сіздердің шынайы тұрақтылықтарыңыз сыртқы жағдайларға емес, ішкі күштеріңізге байланысты. Сондықтан торпақтар енді тек не істеуім керек деп ойланумен шектелмей, мен өз өмірімді қалай құрғым келеді деген сұраққа жауап беріп, оны біртіндеп жүзеге асыра бастайсыздар. Бұрын сіздерді мазалаған мәселелердің шешімі сабырлық пен өзіңізге деген сенім арқылы табылады. Сіздер өз ырғақтарыңызды қайта табасыздар. Сонымен бірге қауіпсіздік деген ұғымның сіз үшін шын мәнінде нені білдіретінін қайта анықтайсыздар. Сондықтан өзіңізге міндетті түрде бір рет қол соғып қойыңыз. Әсіресе желтоқсан айына жеткенде. Өйткені сіздер осы жолда өте көп нәрседен өттіңіздер және үлкен қашықтықты артқа тастадыңыздар. Ал алдағы жолда ешкімнен озуға асықпаңыздар. Өз жолыңызбен, сабырмен және ішкі сеніммен жүріңіз. Сонда алдыңыздан жаңа бағыттар, жаңа мүмкіндіктер мен жаңа мүмкіндіктерге апаратын жолдар ашылады. Егер бұл видео сізге ой салып, шабыт берген болса, бейнеге лайк басып, арнаға жазылып, қоңырау белгісін қосуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз маған өмірлеріңіздегі әрбір жаңа өзгеріс кезеңінде сіздермен бірге болуға күш береді. Келесі кездескенше.